Сәлем достар, бұл Кореядағы қазақ отбасы және де біз жақында Сувон қаласына бір-екі тірліктермен барып келген едік. Жай тірліктермен шыққанның өзінде достар мен үшін таңғалып тамсанып қарайтын сәттер болды. Солармен сіздермен бөлісіп кетсем бе деп едім. Бұл Сувон қаласы достар. Ичхоннан Сувонға 2 сағатта жетіп алдық. Кәріс халқы иттерді жақсы көретіні сонша иттерге арналған коляскалар да бар. Оны келесі рилста сіздерге көрсетемін. Ғимараттардың шатырына тал отырғызуға қалай қарайсыз? Мынау қолжетімді кафеде өзіңіз тамақ пісіріп жей бересіз. Мына дәл сол кафенің кішкене қымбатырақ түрі. Сувон қаласына мен шынымды айтсам ғашық болдым. Маған өте ұнады, өте керемет, әдемі қала екен. Келе жатып осындай бір саябаққа тап болдық. Осы саябақта тапсырыс берген тауық етін лавочкада отырып жеп алдық. Бұл тауық етін Қазақстанда жүріп сағынатыным айдан анық, өйткені дәмі расымен де тіл үйреді. Кореядағы ерекше болып көрінген заттардың бірі мынау достар. Қараңызшы, парктен шыққан адамдар аяғының шаңын фен сияқты аппаратпен осылай тазалап алады екен. Айшатай қырқаяқтардың түр-түрмен әбден ойнады. Түр-түрі бар екен. Ешкіммен жұмысы жоқ, жападан жалғыз тұрған лифт достар, метро станциясына апаратын лифт. Осы лифтпен астына түсіп, метромен қайттық. Мына станциядағы затқа қараңызшы, егер пожар болып қалса, құдай сақтасын, халық өзі ашып, противогазды киюге мүмкіндік жасап қойған. Ал метроның қай жерде келе жатқанын осы бір экраннан көре аламыз. Қараңыздар, пойыз жайлап біздің станцияға қарай жылжып келе жатыр. Бұл рилстан көрген қай ақпарат сізге ерекше әрі қызықты болып көрінді достар? Пікірге жазып кетіңіздер.